біз қазір мына тік төртбұрыштың ішінде тұрған теңдеуімізді шешеміз, яғни x-тің мәнін табамыз. Оны табу үшін ең алдымен мындай қиын күрделі болып тұрған бөлшегімізді оңай бір жай бөлшекке қарапайым түрге ауыстырып аламыз. Ал кеттік, бірінші деп жазамыз. Бірінші мына бөлімнің астын қарастырайық. Мына осын былай жазып қояйын. Ал жазамыз 1,7-ден 2x тең. Алдыңғы сабақтағыдай мынау бөлімнің алдында тұрған сан астындағы санға көбейтіледі және үстіне жазылады дедік, мына жерге. Сонда 1 көбейтілген 7 және мына үстіндегі төбесіндегі мына сан қосынды қылып жазылады дедік. Қосылған 2. Бөлінген бөлім өзгермей тұра береді дедік. Және x-ті қасына жазып қоямыз. Сонда қараңыздар, 1-ді 7-ге көбейтсек 7, қосылған 2 бөлінген 7 x. 7-ге 2-ні қоссақ 9, бөлінген 7 көбейтілген x. Енді мына x-ті жоғарысына 9x бөлінген 7 деп жазуға болады. Екінші қараңыздар, міне мына біз астындағысын істеп қойдық. Енді осыны үстіндегісімен бірге әдемілеп бір қарапайым түрге енгізіп алайық. 2 қараңыздар, 1 бөлінген, енді қараңыздар, 1 бөлінген мынау астындағы 1,7-ден 2x-дің орнына мынау 9x бөлінген 7 деген мәнімізді қолданамыз. Бөлінген 9x бөлінген 7. Қараңыздар, бір көргенде өте күрделі. Осыны қалай қарапайым түрге келтіреміз? 1 бөлінген x сияқты түрге. Оны келтіру үшін бөлшектің мынау сызығы ол ең басты сызық. Яғни бұны өзгертпейміз. Бұл тұра береді. Үстінде 1 тұра береді. Астында 9x тұра береді. 9x-ің астында тағы бөлшек болып тұрған санды біз осыны өзгертеміз. Яғни ең басты бөлшектен кейінгі бөлшектің астындағы сан үстіне ауысады. Бұл математиканың заңдылығы. Сонда 7 төбесіне көбейтілген болып кетеді. Сонда 1-ді 7-ге көбейтсек 7 бөлінген 9x болады. Міне, ешқандай қиындық жоқ. Бастапқы түрден мынандай түрге ауысты. Келесі, үшінші амал, ол бізде теңдеуге дейінгі, яғни теңдікке дейінгі амал. Мына амалды орындап аламыз осы жерді. 3 деп жазайық. 1 бөлінген x өзі жазыла береді. Қосылған, мына жерді біз орнына 7 бөлінген 9x қоямыз. 7 бөлінген 9x. Арғарай осыны шешейік. Міне қараңыздар, екеуінің астындағы сандары, бөлімнің астындағы сандар бөлімділері екі түрлі бөлімдері. Енді осыны бір ортақ бөлімге келтіру керек. Біздің бұл жағдайда ортақ бөліміміз қанша болады? Екеуі де бөлінетін сан, бөлінетін ол 9x болады. Себебі 9x өз-өзіне де бөлінеді және x-қа да бөлінеді. Ал енді еселіктерін табамыз. 9x-ті x-қа бөлсек, ол бізде 9 төбесінен еселік қылып жібереміз. Ал 9x-ті 9x-қа бөлсек, 1 еселігі 1. Ал енді арғай жалғастырайық. 9-ды 1-ге көбейтеміз. Және амал үстіне шығады уже. Қосылған 1 көбейтілген 7. Ал бұның астында 9x ортақ бөлімдері. Сонда 9-ды 1-ге көбейтсек 9, 7-ні 1-ге көбейтсек 7. Бөлінген 9x. Тең болады 9-ға 7-ні қоссақ 16 бөлінген 9x. Міне. Біздің жауабымыз, яғни теңдікке дейінгінің жауабы осындай. Ары қарай жалғастырамыз. 4 дейміз. Енді теңдеудің арғы жағымен бірге салыстырамыз. Бергі жағында бізде 16 бөлінген 9x, яғни 9x-тан 16 тең 4 бөлінген 9 деген мән шықты.
Енді қараңыздар, осы жерде не істейміз? Мынау берілгенімізді қасымызға алып алайық, көріп отыру үшін. Мына жерге қойып қояйық. Енді қараңыздар, мына жерде пропорция, мынандай теңдіктің бергі жағы бар, сосын арғы жағы бар. Енді бұлар өзара бір-біріне көбейтіледі. Яғни осыны x сияқты болып. Мына теңдіктің орны мен кішкене сызылды, бірақ мына көбейтілгенде былай, қараңыздар. Жазып көрсетейін сразу. 16 көбейтілген 9, яғни мынау сан, үстіндегі сан, теңдіктің бер жағындағы, теңдіктің ар жағындағы, астындағы санға көбейтіледі. Ал теңдіктің бөлімнің бергі жағындағы, яғни бөлім астындағы сан, мынау арғы жақтағы бөлім үстіндегі санмен көбейтіледі. Сонда 16 көбейтілген 9 тең 4 көбейтілген 9x болып жазылады. Міне, енді қараңыздар, осы жерде бізде теңдіктің арғы жағы мен бергі жағында бірдей сандар болса, оларды қысқартуға болады. Біз мынандай жаңағы бөлімнің асты мен үстінде бірдей сандар болса қысқарттық қой бар. Сол сияқты теңдіктің ар жағы мен бергі жағында сандар болатын болса, оларды қысқарып кете алады. Міне, мына жерде бізде 9 мен 9, яғни 9 мен 9-ы қысқартсақ болады. Ал 16-ны 4 көбейтілген 4 деп жазуға болады, 4x. Сонда 1 4-пен ашылып 1 4 қысқарып кетеді. Сонда 4 тең x. Яғни x тең 4 деген мән шығады. Міне, біздің есептің жауабымыз x-тің мәні 4-ке тең. Ешқандай қиындығы жоқ. Егер қаласаңыздар, бұны мына теңдікке қойып тексеруге болады. Түсінді деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, маған хабарын беріңіздер.